сізден кейін. Және ол бала, оған сіздің не қатысыңыз бар? Неге бұзылмаған ғой олар аралықта? Демек сіз қазір екі балаға әке болып отырсыз ба? Иә. Солай болып тұр еді. Екі балаңыз бар, жақсы айттыңыз ғой, жаңа баға бала керек. Ана компьютерда бар ғой, базада бар ғой. Алимент болып отыр ғой. Ана менен ЗАГСтен шыққан жоқ қой. Бұл жерде неке және отбасы кодексінің 192-ші бабы бар. Яғни ана жаңағы босанады ғой, роддомда шығады ғой. Сол кезде жаңағы роддомда анадан сұрайды, әкесі кім деп. Жаңа туу туралы справка анықтама алады. Сол жерде әкесінің атын ананың айту бойынша жазылады. Жақсылық мырза, қазір енді сіз екі биологиялық емес балаларыңызға алимент төлеп келесіз. Заң жүзінде, біздің көмек соны шектеп берсек болды, Ал анармен табысу, қосылу ойда жоқ. Жоқ. Осы жағдайдан кейін анарды іздедіңіз бе? Осы іздедік қой. Іздеп. Мен осы келінім бар. Енді бір ай деген аз уақыт қой. Таппадық. Енді қараңыз, бір ай уақыт тұрдыңыз ғой. Мүмкін екінші бала сізден шығар. Жоқ. Сенімдісіз бе? Сенімдімін. Егер сізден болса, қуанар едіңіз. Қуанамыз, конечно. Енді болып жатса, конечно, енді болмағанды қайтеміз. Сізден емес баламен келгенде бізге Жақсылық мырза хабарласқаннан кейін біз дереу Анар деген келіншекті іздедік. Сонымен таптық та сұхбат алдық. Экранға жер салайықшы. Анар Абдрахманованың тұратын жерін көреміз тілшілері Қонаев қаласының іргесіндегі Арна ауылынан тапты. Бірақ кейіпкеріміз алғашында қожайыны жоқ үйге бөтен адамдарды кіргізбеймін деп сөйлесуден бас тартқан. Сәлден кейін оның азаматтық некедегі жолдасы да келді. Алғашында тосырқай қарап, жауап бергісі келмеген Бақыт Бекбосынов артынан жібіп, шынында, сырында айтты. Мен туған балам мен. Ешқандай оған таласым жоқ, нем жоқ. Бұл кісінің бір айыбы анда-санда ішіп қояды. Өткенде жазда бір жетім алып алған, сонда өзім шырылдап әйтеуір жүгіріп. Осы баланы ма? Иә, осы баланы. Анардың азаматтық некедегі күйеуі кішкентай жігерді өзімнің балам, оған дау жоқ дейді. Тек сол баланы өзінің атына аудара алмай жүрсе керек. Ал Анардың қазіргі күйеуіне де, бұрынғы күйеуіне де өкпесі жоқ. Ана Жақсылық деген кісі қандай кісі екен енді? Жуас. Неграмотный. Осы келіншек пе іздеп жүргеніңіз? Иә. Жуас дейді сізді. Иә. Күйеуінен де сұхбат алдық. Екінші бала жігер менің биологиялық балам дейді. Аумай тұр, иә. Анарға не айтар едіңіз? Не айтамыз? Өкпереніш жоқ па ешқандай? Жоқ, өкпереніш. Өмір ғой. 60-қа келіп тапқан бақытыңыз еді. Өкініш бар ғой енді іште. Енді іште болады ғой. Қандай өкініш? Енді қандай болғанда кетіп қалғанына өкінесіз бе, әлде дәл осылай екі баланы жаздырып кеткеніне өкінесіз бе? Жаздырып кеткеніне өкінемін. Кетіп қалғанына өкінбейсіз? Жоқ. Заңды күйеуінен ажырасып үлгермеген келіншек екінші күйеуін қай кезде тауып алып жүр? 3 жылдан бері бүткіл ауыл іздеп таппаған Анарды көреміз деп тапты. Қашқын келіншекпен шағын жарнамадан соң жолығамыз. Көреміз, қосулы болсын. 2 жыл бойы зардабын тартып келемін. Жаңа туған келіншекті перзентханадан шығарып алып, заңды түрде некелескен 60-тағы азамат көремізден көмек сұрады. Өткені шаранасы 40-нан шықпай жатып, кетіп қалған жас келіншек ұшты күйлі жоқ. Ал Жақсылық Әбдікімов әлі күнге алимент төлеп келеді. Келін түскен үйдің тұрғындары Анарды араққа жақын ет деп айыптайды. Ал басқа күйеуге тиіп, бала туып үлгерген әйелдің не айтары бар? Экранға назар аударайық. Я сказал, я на фазенду уже не поеду. Из-за этого мы разошлись. И, как сказали, 10 баранов дадут, и год отработаем, потом за 1 миллион в Кигене квартиру купим. Можно же было в Кигене за 10 тысяч. Там у него тетя двоюродная, она постоянно нам житья не давала. Он чай хуятын кезінде, Маржан же плачет, а она не понимает то, что постоянно, я же ее на руках постоянно таскаю, потому что у нее челюсть вставная. Сіздің ненеңіз туралы айтты ғой деймін, Күн бермейтіндей ол жерде Анар тәте бір кереметтей бір келіндік қызмет атқарған жоқ. Енді оңашада қалғанда бірге отырып бір шай ішіп бірге не қылайын демесе, әйтпесе жұмыс өзімнен артылмайды, өзім 5 баламмен тұрамын ғой сол үйде. Жақсы, қазір енді қандай текетірес, не үшін кетіп қалды, бастысы 2 баланың денсаулығы қандай деген сұрақ бар. 3 жыл болды ма көрмегеніңізге?
20-дан бері, иә. Иә. 3 жылдан кейінгі кездесу Анар Абдрахманованы қарсылайықшы.